Енді қазіргі таңда Қазақстан мен Қытай арасында безвиз, Қытай на хайпе былай айтқан кезде. $1000 бір керемет бір бизнес бастау мүмкін деп мен айта алмаймын. Кішігірім бір адамның жалақысын табатындай, 300 мың, 500 мың арасындағы жалақысын табатындай бір кәсіп құрсаңыз болады. Онда да ол бірінші айдан ондай ақша табасыз деп мен сізге айта алмаймын. Сіз қандай кәсіпті жасамақсыз? Ол $1000 ақш, $1000 сіз бір адамның жалақысын табудағы мақсатыңыз сол ма? Жоқ, әлде сіз бизнес құрып, ондаған адамды жұмыспен қамтып, оларға жалақы төлеп, мемлекетке салық төлейтіндей компания құрғыңыз ба мақсатыңыз? Мақсатыңызды айқындауыңыз керексіз. Компания масштабында, үлкен масштабта жұмыс істеу, ол бөлек әңгіме, ол жерде бөлек айналым, бөлек, былай айтқанда, орысша айтқанда, там вообще другие ставки.